Достар, бүгінгі сабағымыз стратегия жағынан өте маңызды. Себебі бүгін біз ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын шақты үйренетін боламыз. Сіздің әртүрлі идеяларыңыз мүмкін, скорее всего, сіздің ойыңыз дұрыс, себебі бүгінгі сабақтың тақырыбы present simple. Шынымен де ең жиі қолданылатын шақ неге ең жиі екенін қазіргі мысалдарға қарап ұғуға тырысайық. We go to work every day. Біз жұмысқа күнде барамыз. Өмір сондай. They often go to the cinema. Олар киноға жиі барады. I never play cards. Мен ешқашан карта ойнамаймын. Осы үш сөйлемнің арасында қандай ортақ зат бар? Қандай ортақ затты байқайсыз? Мүмкін осы күнге дейін present simple'ды үйреніп көрген болғансыз. Үйреніп көрсеңіз де, үйреніп көрмесеңіз де, барыбір мүмкін сіздің ұққаныңыз present simple ол біздің күнделікті өмірімізде жиі болатын заттарды сипаттайды. Заттар болғанда іс-әрекеттер. Яғни жиі немесе үнемі болатын іс-әрекеттерді сипаттау үшін біз present simple'ды қолданамыз. Present simple'дың аудармасы жай осы шақ. I have breakfast at home every day. Мен үйде таңғы асты күнде ішемін. Тек ораза айында емес. Ағылшын тілінде present simple'дың бірнеше сөйлем құру жолдары бар. Болымды сөйлем құрғыңыз келсе, оп-оңай. Біз тағы да ескерейін. Жалпы осы сөздерді және present simple'ды бірнеше сабақтарға бөліп үйренетін боламыз. Яғни бүкіл ережелерді бір сабақта емес, бөліп ақырындап үйренеміз. Бүгінгі сабақта біз I, you, we, they мен сөйлем құрастыруды үйренеміз. I деген мен, you деген сен, сендер, сіз, сіздер, we біз және they олар. Болымды сөйлем құрастырғыңыз келсе, еш қиындығы жоқ. Сіз есімдікті аласыз, есімдіктен кейін етістіктің бірінші формасы болды. Ешқандай ереже жаттау керек емес. Мысалы, сен кешкі асқа балық жейсің. You have fish for dinner. Әдетте. Немесе олар түскі асқа тек салат жейді. They eat only salad for lunch. They eat only salad for lunch. Біз мына жақта не істедік? Сөз сөйлемнің қатарын ұстандық. Бізде әрқашанда сөйлем бастаушынан басталады. You немесе they, одан кейін етістік, бірінші формада have немесе eat, одан кейін сөйлемнің қалған бөлігі. Болымсыз сөйлем құрастырғыңыз келсе, бұндай кезде сізге арнайы көмекші етістік қажет болады. Present simple шағының көмекші етістігі ол do. Ағылшынша оның атауы auxiliary verb, бірақ оның мағынасы көмекші етістік. Ол бізге осындай болымсыз немесе сұраулы сөйлемдерді құрастыруға көмектеседі. Present simple шағында болымсыз сөйлем құрастырғымыз келсе, I, you, we, they деген есімдіктермен бізде do көмекші етістігі қолданылады. Ал егер болымсыз болғандықтан бізге do қосу not деген болымсыз бөлшек керек. Мысалы, I do not eat salad for lunch. Мен түскі асқа салат жемеймін. I do not. Do not, don't деп қысқартылады. Мысалы, I don't have coffee for breakfast. Мен таңғы асқа кофе ішпеймін. I don't have coffee for breakfast. Енді, достар, біз сұраулы сөйлем құрастырғымыз келсе, сұраулы сөйлемде бізде көмекші етістік әрқашанда сөйлемнің басында тұрады. Do. Сөйлем әрқашанда do мен басталады, одан кейін бастауыш, одан кейін етістіктің өзі бірінші формасында. Мысалы, сен ет жейсің бе? Do you eat meat? Ал біз вино ішеміз бе? Do we drink wine? Немесе сен вино ішесің бе деп сұрағымыз келсе, do you drink wine деп сұраймыз. Достар, мінекей естеріңе сала кетейін, болымды сөйлемдер оп-оңай. I have breakfast at home every day. I run 10 kilometers every Sunday. Бастауыш, одан кейін етістіктің бірінші формасы. Болымсыз сөйлемдер do not, I, you, we, they мен. I don't have coffee for breakfast. We don't shop in that mall. Біз ана молда ешқашан тауар алмаймыз. Сұраулы сөйлем do көмекші етістігі сөйлемнің басында, одан кейін бастауыш you. Do you like
rap music, сен рэп музыкасын ұнатасың ба? Одан кейін етістік. Мінекей достар, осы оңай ережелерді тексеріп көру үшін төмендегі жаттығуларды орындап көрейік.